тұрсыңдар ма? Мынау негіздің қорғаныстарының бірі. Өте мықты қорғаныстарының бірі. Қайсы, кәне, көрейінші. Жат, сен не? Күлугенің оғын артын көрейін деп едің? Күлугенің оғы ешқашан ауаға ұшпаған. Бізге берілген тапсырма Күлугені өлтіру. Артқа. Русские, я знаю, вы здесь. Сдавайтесь. Вы будете жить и служить фюреру. Фюрер дает вам шоколад и пощаду. Даю вам минуту на решение. Әлия, өзің бір рухтандыршы. Ленинградтық өлеңім, мақтанышым сен едің. Не бар өзені сүйкімді, бұлағымдай көремін. Шамы күндей жайнаған, аспанға үйлер бойлаған, арқа тұтып алыстан, айбыным деп ойлаған. Жетсін деймін сендерге, жоқ қысындай өлеңім, қаласында Лениннің сайып қырар өренім. Жатыңдар! Сіздің есіміңіз кім болады? Мені барлығы дей айтылды. Дұрысы Әлия. Әлия болғанмын. Әлия, сіз қазақсыз ба? Иә, Ақтөбе облысында туғанмын. Орысша жақсы сөйлейді екенсіз. Мен Ленинградта бітіргенмін. Шынымен бе? Ленинград дейсіз бе? Иә, бұл ұзақ әңгіме. Мен балалар үйінде тұрдым. Түсінікті, Әлия. Ал сіздің есіміңіз? Арман, мен Алматыданмын. Жақын арада Омского училищесін бітірдім. Атқыштар дивизиясында. 4-ші батальон ба? Дәл солай. Ал енді қараңыз, біздің жолымыз бір екен. Сіздің жолыңыз мына жаққа, ал менің жолым мына жаққа. Сау болыңыз, парольді білесіз бе? Иә, білемін. Сіз қондыңыз ба? Жоқ, менің қолым суық. Жүрегіңізде суық па? Тоқтаңыз, Әлия. Мен сізге артық сөйлеп жібердім. Айтыңызшы, сізді қайықтан тапуға болады? Мені іздемеңіз. Мен соғысқа елімнің амандығы үшін, жерімнің амандығы үшін едім. Егер де мен бұл соғыстан өліп кетсем, ешқашан өкінбеймін, себебі мен отан алдындағы борышымды өтедім. Әрі қарай барлығы жастардың қолында.